Баршаңызға қайырлы күн. Көптің көңілінен шыққан дәл осы карамельді пирогты ең оңай рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен маған қолдау білдіріп, арнама тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойыңызды соңында жаза кетіңіз. Дәл осы пирогты сіз де бір жасағаннан шығара аласыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: 210 грамм ұн, 1 дана жұмыртқа, 50 грамм құмшекер және қамыр қопсытқыш, және 100 грамм сливочный сары майымыз қажет. Майымыз 82%-тен төмен болмауы қажет. Бұл жерде майды ұнды таразымен өлшейтін боламыз. Бізге дәл осындай таразы қажет боламыз. Грамдарының барлығын тура алмасақ, бізде пирогымыз дұрыс шықпай қалады. Және де майымызды 72-82%-теріне қарап аласыздар. Бұл жерде майдың түріне қарай, пайызына қарай пирогымыздың дәмі де өзгеріп тұрады. Дәл осылай таразымызға ыдысымызды қойып, 100 грамм сары майымызды өлшеп алатын боламыз. Және де майымыз бөлме температурасында, болмаса холодильникте тұрған майымыз болсын, жарай береді. Дәл осылай видеодағыдай кесіп, 100 грамм өлшеп аламыз. Морозильникте тұрған қатты майымыз болса, үккіштен өткізіп алуға болады. Құрғақ ыдысымызды аламыз, ұнымызды саламыз бірінші. Және үстіне, менде холодильниктен алғандықтан, майымды пышақтың көмегі арқылы кішкене бөлшектерге бөліп аламын. Енді қолдың көмегі арқылы майымыз бен ұнымызды жақсылап мұжғылап, крошка жасайтын боламыз. Достар, менің арнамдағы пайдалы ақпараттарды және де басқа да оңай рецептілерді біліп жүргілеріңіз келсе, менің парақшама тіркеліп, комментарий бөліміне пікіріңізді жаза кетіңіз. Жоғалтып алмас үшін. Және де достарыңызбен бөлісуге кеңес беремін. Бізде дәл осында крошка пайда болады. Осыған құмшекерімізді салып, жақсылап біркелкі болғанша қолының көмегімен араластырып алатын боламыз. Және де 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Мен видеода көз мөлшерімен салдым. Жақсылап араластырып, жұмыртқамызды жарып, қамыр елейтін боламыз. Міне менің қамырым дайын болып қалды. Барлығы біркелкі болып біріккенше қолдың көмегімен осылай илеп, салафан пакетімізге салып, жарты сағат 30 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз.
Және ол уақытта біз салмасын дайындайтын боламыз. Бізге құрғақ ыдыс қажет. Қосатын қоспаларымыздың барлығының грамын нақтылап өлшеп алатын боламыз. Бізге магазиннің қаймағы қажет, 20%-тік 400 грамм. Алдын ала өлшеп алсаңыздар да болады. Болмаса мен сияқты бірден табағына өлшесеңіздер болады. Және бір банка варенкамызды қолданатын боламыз. 350 грамм болады, қателеспесем. Мекінің сыртындағы қағазын балдарым жұлып алыпты, жыртып тастапты. Осылай барлығын қосатын боламыз. Қасықтың көмегі арқылы түспей қалған жерлерін алып жібересіздер. Және 2 дана жұмыртқа керек болады бізге. Үстіне қосатын боламыз. Бізге кукурузный крахмал қажет. Бірінші ыдысымыздағы салмамызды венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осылай біркелкі болғанда үстіне бір ас қасық кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Бір шетке қоя тұрамыз. Жаңағы холодильниктегі 30 минут тұрған қамырымызды алып, табамызға орналастырамыз. Бізде осы пирогтың табасы қажет болады. Менде осындай антипригарный жабыспайды. Және бұл қалыптың астық алынатын түрі де бар. Оған міндетті түрде пергамент қағазын болмаса қалыпты майлап істейтін боламыз. Дәл осылай қамырымызды шетінен табамызға орналастырып шығамыз, нығыздап. Еш қиындығы жоқ, қыздар. Бір жасағаннан дәл осылай шықты, сіздерде де шығады. Және де дәл осы рецептілермен пирогтарды пісіріп, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бұл үйде отырған жас келіншектерге, қыздарға күшті бизнес түрі. Дәл осылай қамырымызды шетінен орналастырып алатын боламыз. Бізде бір келкі болғанша осылай шетін қалың қылып жібермеңіздер.
біркелкі болып шықсын. Дәл осылай болған кезде шанышқының көмегі арқылы қамырымыз тестасын тесіп шығатын боламыз видеодағыдай. Және салмамызды 1-2 рет араластырып құятын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан, қыздар пештеріңізге қарап тұрыңыздар. Міне қыздар, біздің пирогымыз дайын. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан дәл осылай шығады. Беті пышный болып тұрады. Суытып барып кесіңіздер. Және маған қолдау ретінде арнама тіркеліңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет.